Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, үлпілдек, жұмсақ, көрінісі де сұлу болып шығатын әдемі нанның рецебін айтатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны өткізбей, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұз салатын боламыз. Бөлме температурасында тұрған маргаринімізді салдым. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Ашытқымызды салып, араластыратын боламыз. Осылайша жақсылап араластырып алдық. Енді біз ұнымызды саламыз. Ұнды салып, лопатканың көмегімен бірінші сұйықтау қылып араластырып аламыз. Себебі қамырымыз жұмсақ, әдемі, үлпілдек болып шығу үшін бірінші осылай араластырып алдым. Сосын қолдың көмегімен ұн салып араластыратын боламыз. Осылай біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз бетін жауып 30 минутқа тындырып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз әдемі көтеріліп шықты. Енді біз қамырымызды бетін осылай бірінші басып аламыз. Қамырымызды бөлетін боламыз бөліктерге. Төрт суалар шықты. Енді бетіні жабып 15 минутқа қамырымыздың көтерілгенін күтеміз. Осылай қамырымыз көтеріліп шықты. Енді біз листімізге жайғастыратын боламыз. Бірінші листімізді майлап алып, қамырды осылай жайдым. Тағы да 5 минутқа бетін жауып, қамырдың көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз әдемі көтеріліп шықты. Енді біз үстін осылай басып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жақтым. Осылай бетіне күнжіт шашатын боламыз. Күнжітімізді шашып, духовкаға салып, пісіріп аламыз. Осылай біздің нанымыз әдемі пісіп шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.